Балалар, бүгінгі біз шаттық шеңберімізге менің қолымда мынандай жүрек бар. Bir-birimizге тілекті шын жүрегімізбен тілейтін болайық. Кәне? Бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Сабағыңды жақсы өткіз. Бүгінгі күнің ажарлы өтсін. Бүгінгі сабағың жақсы өтсін. Бүгінгі күнің шаттыққа толсын. Сабақта зейінің ашылсын. Сабақта көңіл күйің керемет болсын. Күнің сәтті өтсін. Бүгінгі күнің мерекеге толы болсын. Бүгінгі күнің шаттыққа толсын. Сізге бақыт тілеймін. Рахмет. Bir-birimizге осындай жақсы тілектерімізді айттық. Әдемі көңіл күймен орнымызға жайғасайық. Оқушылар, менің қолымда мынандай бір әдемі қобдиша тұр. Осы қобдишаның ішінде екі түстен орындалған гүлдер тұр. Сендер өздеріңе ұнаған гүлді таңдайсыңдар. Жарай ма? Мұнда мына топтан бастайық. Мына оқушыларымыз өз таңдауын жасасын. Ал өз таңдауымызды жасаған болсақ, енді біз бүгінгі сабағымызда екі топқа бөлінуіміз керек. Ол үшін қайсы топты екі топқа бөліну үшін гүлдерге қарап бөлінетін боламыз. Қане? Қызыл түсті таңдаған оқушылар мына өрнек тобына жиналады. Жасыл түсті таңдаған оқушылар екінші топқа жиналады. Бұл тобымыздың атауын біз өнер деп қойдық. Орындарымызға жайғасайық. Ал өз орнымызды тапқан болсақ, оқушылар, енді мен сендерге біздің мына кішігірім көрмемізге назарларын аударуды сұрайын. Жалпы мына көрмеде қандай заттар бар? Бұл не заттар деп ойлайсыңдар? Кәне? Бұл қазақ халқының бұйымдары. Иә, сәнді қолданбалы өнер туындылары екен. Ал соның ішінде қандай заттар бар бұл жерде? Қолдорба, Қолдорба, тұсқап, ал айнақап дейді. алқа, Алқа дейді. Тағы да тұмар дейді. Иә, тұмардың бізде екі түрі бар екен бұл жерде. Ал тағы да ғой? Тұмарша. Тағы да бердік. Иә, міне. Енді балалар барлығы бұйымдардың атауларын дұрыс таптыңдар. Солай ма? Бұл сәндік қолданбалы өнер туындылары екен, бұйымдарымыз екен. Енді осы бұйымдардың барлығынан ортақ не бар бұл жерде? Бұл жерде ою-өрнектер бар. Ою-өрнектер екен. Осы бұйымдардың барлығында біздің қазақтың ұлттық бұйымдары бейнеленген екен. Ал енді жалпы осы жерден шығатын нәрсе біздің бүгінгі сендермен өткен сабағымыздың тақырыбы. Ою-өрнектің қысқаша тарихы мен түрлері, қазақтың ұлттық ою-өрнектері. Ал сабағымыздың мақсатына келсек, сабағымыздың мақсаты әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер, қол өнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін анықтау және зерделеу деп аталады екен. Жалпы қолөнер бұл ерте кезден дамып келе жатқан өнер екен. Біздің кең даламызда ертелетте сақтар, рудар өмір сүрген кезеңнен бастап ою-өрнек түрлері бізге дейін жеткен екен. Осы халықтың тұрмыс тіршілігіне байланысты ою-өрнектерімізде не болады екен балалар? Дамып отырады екен. Алғашқы ою-өрнектің бірінде, мысалы үшін, жай ғана мүйіз өрнегі болатын болса, сол мүйіз өрнегі арқылы
басқа оюларымыз да неғылған екен, дамыған екен. Бір мүйіз өрнегінің өзінен бізде бірнеше өрнектер дамиды. Мысалы үшін сынық мүйіз, қыңыр мүйіз, қошқар мүйіз деп бір мүйіз өрнектің өзінде бірнеше атаулары бар екен. Жалпы ою-өрнек балалар күрделі өнер түрі, ол 4 топқа бөлінеді екен. Аспан денелеріне ұқсас болып келеді. Біз оларды космогониялық деп айтады екенбіз. Өсімдік тектес ою-өрнектер болады екен. Және геометриялық фигураларға ұқсас өрнектер болады екен. Тағы да бір өрнегіміз, ол зооморфты деп аталады. Зооморфты ою-өрнектерге балалар жан жануарларға ұқсас ою-өрнектер болады екен. Біз алғашқы сыныптарымызда біз ою-өрнек туралы айтып жүргенбіз балалар. Өздерің білетін ою-өрнектердің бірнешеуін айта аламыз ба? Кім қандай ойды біледі екен? Ал, мөлдір? Айшық ойын біледі екен. Түйетабан. Қос мүйіз. Қос мүйіз дейді. Қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз. Байқай, сендердің де білімдерің, бүгінгі дейгенен алған білімдерінде бірнеше ойының түрлерін біледі екенсіңдер. Енді біз бүгінгі сабағымызда осы ою-өрнектердің күрделі ою-өрнектер бар екенін және қарапайым ою-өрнектер бар екенін білеміз. Және біздің мынау күнделікті тұрмысымызда қолданылатын қандай бұйымдарда осы ою-өрнектер бар екен, оны да мына слайдтан көретін боламыз. Жалпы балалар, менің жаңағы айтып өткенімдей, ою-өрнектер не дедім? Өсімдік тектес, жануарларға ұқсас, табиғатқа, фигураларға ұқсайды дедім. Енді қараңдар, міне жерде не дейді? Кім оқиды менің айтқанымды? Мысалы үшін аңға дейді, аңның несіне дейді? Денесіне. Олардың басқан іздеріне де ұқсас ою-өрнектер болады екен, балалар. Енді құстарға байланысты да өрнектер бар екен. Олардың атауларын қараңдар. Қаз-мойын, қаз-табан, құсты, қосқанат деген сияқты да оюларымыз бар екен. Ал енді осы оюларымызды енді қараңдар. Тұрмысымызда біздер бұйымдарда қолданамыз деді. Қолөнер бұйымда болған сияқты. Енді мына жерде мына сандықшаға назар аударыңдаршы. Қараңдар. Керемет оюлармен безендірілген ба? Иә. Керемет оюлармен безендірілген екен. Мына ою-өрнекке назар аударайық. Әшекейленген тастармен, жібек жіптермен, кестелер арқылы да орындалған екен. Мына жұмыстарға қараңдар. Бұл жерде де күнделікті тұрмысымызда біздің пайдаланатын төсеніштеріміз, түскиіздер, кілемдер, сырмақтарға да не болған екен? Ою-өрнектері пайдаланылған екен. Ал мынау барлығымызға белгілі, не екен бұл жерде? Менің анамның көрпесі деді. Қараңдар, құрақ түрінде құралған және кереметтей ою-өрнектермен не болған екен? Безендірілген екен. Ал мына оюлы көйлек. Тек қана біз бұйымдарға да емес, ою-өрнектерді біз киімдерге де пайдаланады екенбіз. Мынау бір әдемі қалыңдықтың көйлегі. Қараңдар, керемет оюлармен безендірілген. Біз күнделікті тұрмыста да киетін киімдерге пайдаланамыз ғой, білеміз ба? Әжеміздің мысалы үшін шапаны, нымшасы болса, оларды барлығында оюлар қолданына ма? Олардың бәрі әсемдік үшін біздер осы сияқты ою-өрнектерін неғылады екенбіз, пайдаланады екенбіз. Ал енді бүгінгі осы алған білімімізді біз ары қарай жалғастыру үшін біз қазір сабағымызда неғыламыз? Осы ою-өрнектердің жасалу жолын, қандай ою-өрнектер бар екенін біз сабағымызда үйренетін боламыз. Біз топқа бөлініп алдық. Құрал-саймандарымыз бәріміздің алдымызда бар ғой, оқушылар? Олай болатын болса, мына жерде екі түрлі конверт тұр. Бұл конвертте тапсырма берілген. Әр топтан бір оқушы
оқушы шығып, осы конвертті алсын, кәдімгі келе қойыңдар. Конверттің ішін ашамыз дағыны, тобымызды тапсырмамен таныстырамыз. Кәні, бірінші мына өрнек тобының оқушысы таныстыра қояйық. Заморский ою-өрнектер және космологиялық ою-өрнектер. Мына бірінші тобымызға түскен ою-өрнектің атауларын қараңдаршы. Зооморфты ою-өрнектер және космологиялық ою-өрнектер дейді. Демек, сендердің бүгінгі орындайтын жұмыстарын тек қана осы жануар тектес оюларға және аспан денелеріне байланысты болады екен. Жарайды. Ал мына топтың оқушысы таныстырады өз тобын. Өсімдік тектес ою-өрнек, геометриялық ою-өрнек. Сонда сендердің бүгінгі жұмыс барысында істейтін тапсырмаларын өсімдік тектес оюлар екен және геометриялық ою-өрнектер екен. Балалар, тапсырма түсінікті болды ғой? Біз күрделі топтық жұмысты бастамас бұрын, әрқайсымыз ою-өрнектердің өзі оюдың бір кішірек элементтерінен құралады. Ол біздің мынау бүгінгі оқулығымызда да көрініп тұр. Мына алдымызда оқулықтарымыз бар, оқушылар көріп отырсыңдар. Міне жерде сол менің жаңағы айтқан ою-өрнектерінің түрі берілген және олардың элементтері берілген. Осы элементтеріне қарай отырып, біз қазір осы ою-өрнектердің кішкене ғана бір түрін жасайтын боламыз. Мен жасалу жолын мына жерде қазір көрсетіп өтемін. Ою қойғанда балалар, біз симметрия деген терминді қатаң сақтауымыз керек. Симметрия дегеніміз ол екі жағы тең, барлық бұрыштары бір-біріне беттестірген кезде тең деген сөз. Міне, қию үлгісі дейді. Олай болса, біздің бірінші тапсырмамыз ою-өрнектің кішкентай бір элементтің қиып, оны бір түстен кейін екінші түске жабыстырамыз. Жұмысымызды бастайық. Амел, сен болдың ба? Болған оқушылар болса, сол оқушыларды мен көре берейін, көре ғой. Ал, сен бұл жерде қайсы ойын бейнеледің? Мен бұл жерде тамаша ою-өрнегін бейнеледім. Тамаша ою-өрнегі. Жарайды, жақсы. Мен түйетабан оюын бейнеледім. Түйетабан оюын жасапты. Сенде? Мен қыңыр мүйіз оюын. Бұл ойының қай түріне жатады екен? Жануар тектес дейді. Мен қоңыр мүйіз Қыңыр мүйіз жасадым. Я, сенде болдың ба? Мен қоңыр мүйіз. Бұл топтың оюларының бәрі бірыңғай болыпты. Ал, мына топты да бітірген оқушылар бар ма? Мөлдір айта ғой, қайсы ойуды? Гүл ойы. Өсімдік тектес ойдың ішіндегі гүл ойын жасапты. Ал сенікі? Қошқар мүйіз ойы. Менікі қошқар мүйіз. Бұл ойуды да әртүрлі әдіспен, әртүрлі түспен де жасауға болады екен. Ол қыңыр мүйіз. Қыңыр мүйіз ойын жасапты. Жарайды, оқушыларымыз ары қарай жалғастыра жатар.
енді қараңдар балалар, біз ою-өрнектің бір кішкене ғана бір элементін қазір сызбасын, оны қиып және жабыстыру әдісімен аппликациялық жұмыс орындадық. Дұрыс па? Аппликациялық жұмыс орындадық. Енді қолымыз жаттықты, біз ою-өрнекті меңгердік деп ойлаймын. Енді топтық жұмыс сендерге тапсырма ретінде беріледі. Топтық жұмыста біз мен айтып отырған симметрия заңдылығын, композиция заңдылығын сақтай отырып, сендерге күрделі жұмыс орындау керек. Ол текемет, немесе кілемше, сырмақ болуы мүмкін. Оны қазір өздерінің топтарымен ойласып, қандай ой оясындар және оның композициясын бірге ойластырамыз. Келістік па? Ал кірісіңдер жасауға. Топқа түсінікті болып отырсың. Екінші жұмысымыз топтық жұмыс. Топпен бірлесе, ұйымдаса отырып, композициялық шешім таба отырып, біз күрделі жұмыс орындайсыз. Осы сырмақ, текемет, болуы түсінікті ма? Ал оқушылар жұмыстарымызға аяқталған болса, біз бірінші қайсы топ өзінің жұмысымен таныстырып өтеді және жасалынған жолын айтып өтеді. Қайсы топтан бастаймыз? Бірінші қайсы топ таныстырады екен? Қайсы топтан бастаймыз? Мына топ бастай ма? Ал кел. Кім таныстырады? Біз діни тобына берілген ою-өрнектер заморский және космополиялық. Біз заморский ою-өрнегінің ішіндегі қошқармүйіз ою-өрнегін алдық және оны қызыл сонымен қатар ақ түстермен істедік. Қызыл түс оттың белгісі, ақ түс еркіндіктің белгісі. Оқушылар өздерінің жасаған жұмыстарын айтып өтті. Бұл осы топқа мына топтың оқушыларынан қандай тілектері бар, немесе қандай сұрақ қояр едіңдер, істеуге жолы барыңыз айтқан? Дұрыс таңдалған. Таңдаудан жақсы дейді, я? Ойлары да дұрыс қойылыпты дейді. Симметрия заңдылықтары сақталған ба? Сақталған, я? Тағы да кім айтады? Жарайды, бұл оқушылардың жұмысын біз көріп шықты. Ал енді мына топтың оқушылары өзінің жұмысын таныстырып шықсын бізге. Өлдірма, кел оқы. Бізге берілген ою-өрнектің түрлері өсімдікте және геометриялық. Біз сол екі ою-өрнектің ішінен өсімдік тектес ойын алдық, ал өсімдік тектес ойынның ішінен үш жапырақ өсімдік ойын алдық. Біз іске аса мән бердік. Көк түс және де сары түс. Көк түс еркіндік, көк түс аспанның және де бейбітшіліктің. Онымен қатар біздің көк туымыздың да белгісін
оқушылары, сұрақтарың бар ма? Жұмыстарына қандай баға берер едіңдер қан? Ал. Оюлары әдемі орындалған. Оюлары әдемі орындалыпты. Тағы? Сіз дұрыс таңдалған. Дұрыс таңдаудан шатаспаған дейді, дұрыс таңдалған дейді. Тағы да қандай ойларың бар? Кім айтады? Анел, сен не айтар едің? Сен өз тобыңның жұмысын қорғадың ғой. Мына топтың жұмысына қандай баға берер едің? Керемет және әдемі. Өте керемет жасалынған, әдемі шықты дейді. Жарайды, жақсы, отырыңдар. Я, балалар, біз қазір екі топтың да топтық жұмысын көріп отырмыз. Сендердің бүгін сабақты жақсы меңгергендерің байқалып тұр. Түс таңдауда да шатаспағасыңдар. Негізгі тапсырма дұрыс орындалды деп есептейміз. Енді жалпы мен сендерге қазір осы сабағымыздың барысында не түсінгенімізді байқау үшін бірнеше сұрақтар қойғым келіп отыр. Жалпы симметрия дегеніміз сонымен не екен? Кім жауап береді? Симметрия дегеніміз не екен, балалар? Ою өрнектің екі жағының тең болуы, ою өрнектің пішінінің тең болуы. Иә. Дұрыс айтама, балалар? Иә. Жарайды. Мотив дегеніміз не екен? Мотив дегеніміз не екен? Өрнектің элементтерінің үйлесімді реттерімен орналасуы. Жарайды. Енді мен сендерді қазір мынау тақтаға назар аударуларыңызды сұраймын, балалар. Мына тақтада бізде бірнеше ойындың суреттері ілініп тұр. Бәріміз мұқият қараймыз. Осы жерде мен жаңа сендерге сабақ барысында айттым. Ою өрнектеріміз күрделі және қарапайым болып бөлінеді. Қазір сендердің міндеттері мына тақтада тұрған ою өрнектердің ішінен өздерің мысал үшін мына ою өрнек жеңіл, қарапайымға жатады. Мына ою өрнек күрделі деген ою өрнектерді бір жерге топтастырайық. Кәне, мен қазір әр топтан бір оқушыны шығарамын. Сол оқушы мен жерде міне қарапайым ою өрнектерді жинайтындарны екінші бетіне күрделі ою өрнектерімізді топтастыратын болайық. Кәне, кім шығады? Ал мына жақтан балдардан біреу бас керек. Мынау ою қарапайым ою. Сол себептен қарапайым жағынан. Мына ою өрнекті қарапайым ою өрнекке жатқызады. Дұрыс па? Иә. Жарайды. Ал келесі. Кән. Кел. Ол күрделі ой. Көрсетейік оқушыларға. Мына ою өрнек мен үшін күрделі дейді. Күрделі ма? Күрделі ою екен. Жарайды. Оны күрделі жаққа қояды екенбіз. Ал сабақты кім қалай түсінгендігін білу үшін әркім өзі мына деңгейде жеттім деген жерден яғасында белгілерді соғасында. Түсінікті ма? Міне, кері байланыс жасайық. Жұмбақ орындар қояйық. Біз бүгінгі біліміміз қандай деңгейге дейін жетеді? Сол деңгейдегі бейнені не қылады екенбіз? Бояп шығады екенбіз. Жарды, болдың сен, әкеліп. Жарайды. Бөлдік. Әкелеміз. Бері қойыңдар. Біз балалар сендермен осылай кері байланыс жасады да, әркім өзінің қай деңгейде бүгінгі сабақты меңгергенін не қылды? Белгілеп шықты. Балалар, бүгінгі сабағымыз жалпы барлығымызға түсінікті ма? Иә. Жалпы ою өрнектерді біздер қай жерлерде пайдаланады екенбіз ою өрнекті? Ою өрнек дегеніміз не екен?
Ою-өрнек дегеніміз не екен? Ою-өрнек жүйелі түрде қайталанып отыратын әрі өзінділікке құрылған нақыштар. Осы бүгінгі алған білімдері болашақта бізге қажет бола ма? Әрине қажет болады, себебі өскенде өнер адамы, мүмкін дизайнер болса, бұл ою-өрнектердің барлығы бізге өте қажет болады. Иә. Олай болса, балалар, біз бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, мен сендерге үй тапсырмасын бергім келіп отыр. Үй тапсырмасында біз өзге халықтардың да ұлттық ою-өрнектерін білейік, оларды зерделейміз және олардың қолдануын біліп келетін боламыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар. Сау болыңыз!